бір нәрсені істесек бірден ақысын алғаннан кейін соған қуанып қаламыз, соны істегіміз келеді. Намаз десе намаздың сауабын көрмегеннен кейін оны жасай алмаймыз, жасауға ынтықта болмай тұрамыз. Ал бірақ не екен, ал мына жерде бір жұмыс істесеңіз, сол жерде ақшасын беретін болғандықтан бірден соны қазір жұмыс істейік, бала шағаны бағу керек, ертең намаз оқи жатам ғой дейді. Ол ондай емес. Қараңыз, бұл сауаптардың қандай екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Ертең қиямет күні болған кезде Араф деген жер болады, жәннат пен тозақтың ортасындағы бір мекен. Бұл жерде үкімі берілмеген, жәннатқа кіре ме, тозаққа кіре ме, әлі үкімі шығарылмаған адамдар уақытша тұрады, үкімі берілгенге дейін. Бұл жерде Араф деп айтылады Құранда. Сол жерде тұрған уақытында адам баласы қатты өкінішке кіретіндігі айтылады. Әттеген-ай, бір рет субханалла деп айтқанымда өтіп кетіп едім болды жәннатқа деп. Қандай өкініш болады. Ал қазір кім айта алмайды? Айта алмайсыз ба субханалла деп? Альхамдулилля деп айта алмайсыз ба? Айта аласыз. Әркімнің шамасы жетеді. Алла Тағала ондай мүмкіндікті беріп тұр, сауап жинасын деп. Мешітке келіп жүрміз. Альхамдулилля, бізді мұсылман қылып жаратты. Қаншама көптеген сауаптар бар. Ол нәрседен бейхабар болып қалып кетеміз. Уассалату нурун, намаз нұр болады деген. Уассадақату бурхан, садақа дәлел болады. Уассабру дияун, сабыр адамға сәуле болады ертең қиямет күні. Бұның баршасы бізге ертең қиямет күні пайда беретіндігі.